Қайырлы күн, 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы неліктен Ұлыбританияда консерватизм жаңа консерватизммен ауысты деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге 1979-1990 жылдар аралығында Ұлыбритания үкіметінің басшысы қызметін атқарған Маргарет Тэтчердің саяси және экономикалық реформаларын талдап, тұлғаның тарихтағы рөліне баға беретін боламыз. 1970 жылы журналистер консерваторлар үкіметіндегі жалғыз әйел Маргарет Тэтчерден Ұлыбританияның премьер-министрі болуды армандайсыз ба деп сұраған еді. Жоқ, бұл мүмкін емес деп сенімді түрде жауап берді ол. Ер адамдар бұған жол бермейді. Алайда 9 жылдан кейін ол Англия тарихындағы үкіметті басқарған алғашқы әйел болды. Және 11 жыл бойы билікте отырды. Бүгінде Ұлыбританияны Маргарет Тэтчердің тұлғасынсыз елестету мүмкін емес. Оған Уинстон Черчиллді айтпағанда, Оливер Кромвельден бері кез келген британдық көшбасшыға қарағанда көбірек кітаптар, пьесалар және фильмдер арналған. Ол 20 ғасырдың екінші жартысындағы Ұлыбританияның ең көрнекті әрі қайшылыққа толы саяси қайраткеріне айналды. Маргарет Тэтчер өзін консерватормын деп атады. Бірақ сонымен бірге 20 ғасырдағы Ұлыбританияның ең радикалды үкіметін басқарды. Ол заң мен тәртіпті қалпына келтіруге уәде берді. Бірақ оның саясаты елдегі ең ауқымды тәртіпсіздіктерге алып келді. Оның экономикалық саясаты тэтчеризм деп аталды. Және бұл кеңшілдіктен консервативтік революцияға бет бұруды білдірді. Жаңа консервативтік революция. 1964-1970 жылдары Ұлыбританияда билікте Кейнстің теориясына негізделген экономикалық саясатты ұстанған либеристер отырды. Әлеуметтік демократиялық игілікті мемлекет тұжырымдамасын іске асыру мемлекеттік сектордың өсуіне, мемлекеттік шығындардың артуына және жеке бизнестің қызметінің шектелуіне алып келді. Жалақының және әлеуметтік жәрдемақылардың үнемі көбеюі либеристерге халықтың кең ауқымдағы қолдауына ие болып, сайлауда көп дауыс жинаулығына ықпал етті. Алайда мұндай саясат мемлекеттік шығындардың кірістерден айтарлықтай асып түсуіне алып келді. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы ірі және орта бизнеске салынатын салықтардың ұлғаюы есебінен жабылып отырды. 1970 жылдардың басында батыс елдерінде даңқты 30 жылдық деп аталатын экономикалық жоғары қарқын аяқталды. 1973 және 1979 жылдардағы екі энергетикалық дағдарыс дамыған елдердің экономикасының ұзаққа созылған құлдырауына әкелді. Дағдарыстың ерекшелігі өндірістің құлдырауы кезінде бағаның тез өсуі болды. Бұл құбылыс стагфляция деп аталды. 1970 жылдардың соңына қарай халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін салықтардың үнемі өсуі негізгі салық төлеушілер шағын және орта кәсіпкерлердің наразылығын тудырды. Маргарет Тэтчер либеристер кезіндегі ағылшын қоғамын қалташ шығындары қоғамы деп атады. Өйткені көптеген салықтарды төлегеннен кейін азаматтардың қалтасында тек күнделікті шығындарға жететін ғана ақша қалатын. Сонымен қатар жоғары салықтар жаңа технологияларды енгізуді тежеп, өнеркәсіптің өсуін баяулатты. Ағылшын экономикасының бәсекеге қабілеттілігін төмендетті. Либеристердің саясаты экономикалық өсудің орнына экономикалық дамудың күрт құлдырауына, жоғары инфляцияға және жұмыссыздықтың артуына әкелді. 1970 жылдардың басында дамыған мемлекеттер Ұлыбританияны Еуропаның сырқат адамы деп атай бастады. Осы жағдайларда Тэтчер бастаған жаңа консерваторлар заманауи қиындықтарға өз жауаптарын ұсынуға тырысты. Экономикалық саясатта либералды экономистердің идеяларын қолданғанымен, консервативті көзқарастарға сүйенген Тэтчер бастаған саясаткерлер жаңа консерваторлар деп аталды. Теориялық тұрғыдан алғанда жаңа консерваторлар экономистер Хайек пен Фридманның
монетаризм теориясын негізге алды. Кейнстен айырмашылығы, монетаристер мемлекеттің экономикаға араласуын барынша азайту керек деп санады. Бұл теорияның жақтаушылары еркін нарықтық қатынастарға, жеке кәсіпкерлік бастаманы ынталандыруға, мемлекеттік салықтар мен шығындарды қысқартуға қайта оралуды қажет деп санады. Тэтчердің саясаты батыстағы жаңа консерватизмнің алғашқы тәжірибесі болды. Маргарет Тэтчер өз бағдарламасын «Мен билікке бір ғана анық мақсатпен келдім. Ол Ұлыбританияны өзгерту. Тәуелді қоғамды өз бетінше әрекет ететін қоғамға айналдыру. Өздері үшін бір нәрсені сұрай беретін адамдар елін, өздері бір нәрсеге қол жеткізуге дайын адамдар елін айналдыру. Ештеңе күтпей отырған елді әрекет ететін елге айналдыру» деген сөздермен сипаттады. Консервативтік партия британдық қоғамның шынайы құндылықтары ретінде патриотизм, еңбекқорлық, жалқаушылыққа төзбеушілік, дербестік, жеке жетістіктерге ұмтылу, заңға мойынсыну, шіркеу мен отбасын құрметтеу сияқты қасиеттерді жариялады. Әлеуметтік саясатта жаңа консерваторлар теңдік принциптерін жоққа шығарды. Мемлекет табыс табуға қабілеттілерге ғана көмектесуі керек деп есептеді. Тэтчер үкіметі Англияда 3-2 қоғамын құруға уәде берді. Мұнда ағылшындардың көпшілігі өркендейтін болады, ал қалған 3-1 салыстырмалы кедейлік жағдайында өмір сүре береді деп санады. Тапсырма. QR-кодты сканерлеп, мәтінді мұқият оқимыз. 4 топқа бөлініп, жаңа консервативтік революция бойынша талдау жасаймыз. Тэтчеризм реформалардың ұйытқысы. Маргарет Тэтчер үкіметінің ішкі саясатындағы басты бағыт инфляция және бюджет тапшылығымен күрес болды. Жаңа консерваторлардың пікірінше, мемлекет әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдарға ғана қолдау көрсетуі керек. Осыған байланысты әлеуметтік жәрдемақыларға арналған мемлекеттік шығындар қысқартылды. Білім беру мен денсаулық сақтау сияқты көптеген әлеуметтік бағдарламалар қайта қаралды. Жеке кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экономиканы жаңғырту үшін бизнеске салынатын салықтар төмендетіліп, бағаға бақылау алынып тасталды. Мемлекеттік бюджетті толтыру үшін жанама салықтар, мәселен, тұтынушылар төлейтін қосымша құн салығы көбейтілді. Бұл шаралар британдық қоғамда наразылық туғызып, халықтың қарсылық қозғалыстарына ұласты. 1980 жылдың соңында Маргарет Тэтчердің рейтингісі рекордтық 23%-ға дейін төмендеді. Бірақ саясатын жеңілдету туралы ұсыныстарға жауап ретінде Тэтчер кері бұрылыс болмайды, ханымдар бұрылмайды деп мәлімдеді. 1982 жылы Аргентина мен Ұлыбритания арасындағы Фолкленд соғысында тамаша ұйымдастырылған операция Тэтчердің ел ішіндегі беделін көтерді. Және 1983 жылғы кезектен тыс парламент сайлауында жеңіске жетуіне көмектесті. Сайлаушылардың қолдауына ие болғаннан кейін Тэтчер үкіметі экономиканың мемлекеттік сектордың ауқымды жекешелендіру бағдарламасын іске асыруға кірісті. Мемлекеттік сектордағы кәсіпорындардың 3/2-сінен астамы мұнай және әуе өнеркәсібі, жүк тасымалы кәсіпорындары, коммуналдық тұрғын үй қорының бір бөлігі жеке меншікке берілді. Нәтижесінде ел тұрғындарының 60%-дан астамы өз баспанасының иесі атанды. Үкімет мемлекеттік көмір шахталарының тиімсіздігін алға тартып, олардың бір бөлігін жапты. Жұмыссыз қалған шахтерлар 1984-1985 жылдары ереуілдер ұйымдастырды. Маргарет Тэтчер ереуілге шыққандарға қарсы полицияны қолданудан қорықпады және ақырында ереуілді тоқтатуға қол жеткізді. Бұл жеңіліс шахтерлар кәсіподақтарының ықпалын айтарлықтай әсер етті. Олардың саны 1975 жылмен салыстырғанда 3 есеге дейін азайды. Көптеген жекешелендірілген компанияларда жұмыс орындары мен жалақы қысқартылды. Елдегі жұмыссыздық 3,3 миллион адамға жетті. Тэтчер үкіметінің ең танымал емес шараларының бірі 1989 жылы енгізілген
жеке салық салу жүйесі болды. Жеке салықты әрбір 18 жасқа толған және үйде немесе пәтерде тұратын азамат төлеуге тиіс еді. Бұл заң кедей және көп балалы отбасыларға ауыр соғып, британдықтардың жаппай наразылығын тудырды. Сыртқы саясатта Ұлыбритания Тэтчер билігі кезінде ақш-пен тығыз қарым-қатынас орнатуды жалғастырды. Темір ханым Рональд Рейганмен тиімді саяси серіктестік орнатты. Жаңа консервативтік саясаттың нәтижелері тек 1980 жылдары байқала бастады. Сол кезде экономикалық дағдарыстың салдары жеңілдей түсті. 1982-1987 жылдар аралығында Ұлыбританияның экономикалық өсу қарқыны Батыс Еуропадағы ең жоғары деңгейге жетті. Британдық кәсіпорындардың еңбек өнімділігі артты, жұмыссыздық азайды. Елге шетелдік инвестициялар құйыла бастады. Ал Лондон қайтадан әлемдік қаржы орталығына айналды. Жеке кәсіпкерліктің белсенділігі мен өндіріс саласына жоғары технологияларды енгізу Британия экономикасының жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттырды. Жаппай жекешелендірудің арқасында британдықтардың арасында акционерлер саны 3 миллионнан 9 миллионға дейін өсті. Ұлыбритания тұрғындарының 2/3 бөлігі орта тапты құрайтын меншік иелерінің қоғамына айналды. Барлық әсерлі жетістіктерге қарамастан, тэтчеризм қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті тереңдетті. Жұмыссыздық пен инфляцияны толығымен жою мүмкін болмады. Саясатта, экономикада және әлеуметтік салада ақш, Англия, Франция және Германияда жүзеге асырылған жаңа консервативтік революция аталған елдердің постиндустриалдық ақпараттық қоғамға көшуін аяқтады. Постиндустриалдық дәуірді сипаттайтын үш негізгі ерекшелік ақпараттық экономиканың қалыптасуы, жаһандану үдерісінің басталуы және социализмнің әлеуметтік жүйесінің ыдырауы еді. Батыстың жетекші елдерінде үкіметтер нарықтық қатынастарды нығайтуға бағытталған жаңа консервативтік саясатты жалғастырды. Бірақ сонымен бірге мемлекеттердің азаматтар алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін күшейтті. Тапсырма. QR-кодты сканерлеп, мәтінді мұқият оқимыз. 4 топқа бөлініп, тэтчеризм реформаларына талдау жасаймыз. Тапсырма. Алған бөлімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауабын табыңыздар. Тапсырма. Маргарет Тэтчердің қанатты сөздерінің біреуіне Попс формуласы бойынша тұжырым жасаңыздар. Үйге тапсырма. Маргарет Тэтчер «Қырғиқабақ соғысты тоқтатқан тұлға» атты тақырыпқа эссе жазу.